Құрбан айт күндері құрбан шалу төмендегідей шарттар табылған адамға уәжіп, яғни міндетті болады. Бірінші, құрбан шалатын адам ол мұсылман болу керек. Екінші, құрбан шалушы адам ақыл есі дұрыс және бәлиғат жасына жеткен адам болу керек. Келесі шарты, құрбан шалушы адам осы құрбан күндері жолаушы, яғни сапарда болмау керек. Өзінің елді мекенінен 90 шақырым жерден алыста сапарда жүрген адамдарға құрбан шалу міндет болмайды. Келесі бір шарты, құрбан шалушы адамның өзінің негізгі қажеттіліктерінен тыс 85 грамм алтынның құны көлемінде қаражаты болу керек. Міне осы шарттар табылған адамға құрбан айт күндері құрбан шалу міндет, яғни уәжіп болады. Ал егерде бұл шарттар табылмаса, бірақ бір адам өзі ниеттеніп құрбан шалып жатса, оған да шариғатымыз рұқсат етеді екен. Алла тағала құлшылықтарымызды, шалатын құрбандарымызды қабыл қылсын.